Сыр өңірінің аязды желі бет қаратар емес. Түнімен жауған қалың қар жер бетін әппақ көрпеге орағандай. Ызғарлы жел өңменіңмен өтердей екпінді. Түтіні дүзу аядай ауыл кезінде атағы шыққан миллионер совхоз еді. Бүгінде қаусаған кәрі қартаңнан тұратын ауыл ұйқыға кеткендей. Үстінде көне тоз қара шапаны бар, басына түбіте кете бастаған шарқа тораған кемпір жолсызбен ауылға бет түзеген бойы. Қолындағы дорбасын ауырсынып бір жағына қисайып әрең жүріп келеді. Желден қорғанғандай қолғапсыз қолмен бетін шарқатпен қымтап қояды. Ауыр дорбасын жерге қойып, үсіген қолын ысқылап қалтасына салды. Ентігіп әрең демалып тұр. Табаны жұқа едіктен өткен ызғар шекесінен шығардай. Аяғын бірін-біріне ұрып жылытпақ болды. Ауыл көшіп кеткен бәдірам қалғыр деп ұрсып та қояды. Бетін әжім басқан ат жақты жұқа қара кемпірі Сәлима әжей еді. Қарғадым жер аттау кемпірге мүлде қайғы болды. Екпінді жел ілгері басқан қадамын кері қайтарардай. Кеңес өкіметі күйрегеннен кейін бұл ауылда береке кете бастады. Жұмыссыз қалған жастар қалаға жұмыс іздеп кетті, қалғандары ауылда жиналып арақ ішуден қолдары тимейді. Сапқоздың бай шаруашылығы мен техникасы кім көрінгеннің қолына кете барды. Ауыл тек зейнетақымен ғана күн көруде. Ол да кешігіп беріледі. Ауыл әйелдері айран сүт сатып, нан пұлдарын табуға көшкен. «Я Алла!» деп дорбасын қолына алған Сәлима әжей ауылға қарай жүрді. Түнде жарығы жоқ, бұл ауылдың тірлігі күндіз басталатын. Ауыл әкімшілігінен күдер үзген кемпір ауыр болса да амал жоқ, жалғыз сиырдың сүтін сатып, аузын аулақ тиынына керегін сатып алып күн көруде. Әдеттегідей кемпір ерте тұрып, жол бойына орналасқан жекеменшік дүкендерге сүтін сатып, ауылға қайтқан түрі еді. Армансыз адам бола ма? Сәлима әжейдің де арманы көп еді. Шалынан қалған қара шаңырақтың түтіні бүлінбей түзеу шыққанын қалайтын. Құдайдан тілеп алған жалғыз ұлы бар. Жасынан тентек дүйсен ақыры түрмеден бірақ шықты. Жалғызым келсе болды, Құдай қаласа бәрі орнына келеді деп үміттенетін. Ел қатарлық оқуын бітірген дүйсен ерте араққа салына бастады. Баланы бала, қатынды қатын бұзады дегендей жүрген жолдастары бұзақы болатын. Бірде араққа тойы болған дүйсен достарымен көршінің қорасына тұрған сиырын ұрлап сойып, етін сатып арақ қылып ішеді. Бірнеше күнге созылған думаннан кейін мас болып жатқан дүйсенді ауданнан келген полиция қызметкерлері қолына кісен салып алып кетеді. Елге қарабет болып ана байғұс қала береді. Барлық қылмысты мойнына алған дүйсен 5 жылға сотталып кетеді. Құс ұйқы кемпір таңды көзбен атыратын. Түніменен жылай-жылай үкілеп шығатын. Сонда да үмітсіз шайтан дегендей жалғызы келіп қара орманға ие болар деп армандайтын. Әрең жүріп ауылдың шетіне ілінді әйтеуір. Үйіне жақындап та қалды. Қорасында біреу жүргендей болып көрінді. Тәуба Құдай, дүйсенім келіпті ғой деген кемпір қораға ендігі кіріп келді. Амансыз бәжеймен ғой Мұрат, көршінің баласы. Қорада қар күреп жүрген соң сіздің де қораны тазалай салайын деп келіп едім, деді жігіт күлім қағып. Рахмет балам, өркенің өссін деген кемпір төмен қараған күйі үйге кіріп кетті. Өзін ыңғайсыз сезінген Мұрат қолына күрегін алып жұмысына кірісті де кетті. Осылай қуаныштан қайғысы көп күндер өтіп жатты. Бірде зейнетақысын алмақ болып поштаға келгенде, поштадағы қыз «Әже, сізге хат бесеннен келіпті» деген күлімдеп. Тәуба Құдай, кемпір көз жасын орамалдың ұшымен сүртіп тастап. «Қызым оқышы, не депті?» дейді, шыдай алмай. «Амансыз ба, апа?» деп бастаған хатта дүйсен дені сау, аман екенін айта келе, тездетіп ақша, темекі, шай ала келуін өтінген. Кездесуге түрме бастау оқсат бергенде айтады. Қуанышында шек жоқ кемпір көзі жасқа толы мөлтілдеп. «Рахмет қызым, өркенің өссін, қатарыңның алды бол» деп батасын беріп жатты. Сәлима әжей жолға жинала бастады. Қарыз сұрап бармаған жер жоқ. Бәрі де өзі сияқты шықпа жаным шықпа деп отырғандар. Қарыз ақша табылмады. Зейнетақысын жұмсамай сақтап отырып, амал жоқ, бәрі ойланып, жалғыз сиырды сатуға бел буды. Мен ауылдамын ғой, өлмеспін.
құлынымның қарны ашып отырған шығар деп күрсініп қояды. Байғұс ана қайтсын енді. Сиырың арық апа деген сылтаумен ақысын арзандатып алушы сиырды алып кетті. Қолында сиырдың бас бауы қалған байғұс ана қора ішінде қала берді. Азын-аулақ талқан, сөк, кәмпит, бауырсақ салған дорпасын иығына асып алып кемпір жолға шықты. Үйін көршіге тапсырып, Сәлима әже аудан орталығына баратын автобусқа отырды. Сұрағанға ұлыма барамын, десенім шақыртыпты деп екі езуі екі қолғана іздепті. Біреуі қоса қуанса, біреуі аянышпен қарады. Қайтсын байғұс, осы жасқа келгенде көрейін деген осы ма дегендерде болды. Аудан орталығынан керек жарағын алып пойызға билет алмаққа теміржол бекетіне келді. Кассада отырған қыздан «Шырағым, билет қанша?» деп сұрады. Билеттің бағасын білген кемпір азғантай ақшасын санап, «Неге сонша қымбат?» деп ренішін жасыра алмады. «Апа, жарты ақшасын берсең, жол серік алып кетеді» деді кезекте тұрған жігіттердің бірі. «Барар жеріңіз онша алыс емес қой, 5-6 сағатта жетіп барасыз». Көп ұзамай пойыз да келді. Бірін-бірі итермелей халық есікке лап қойды. Есіктен әрең өткен кемпір «Сонша ашық қайда барады осылар тіге?» деп вагондарға қарай беттеді. Қырсыққанда бірде-бір жол серік билетсіз алмай қойды. Көзіне жас үйірілген кемпір әрі жалып, бері жалынып көндіре алмады ешкімді. Аяғын әрең басып келесі вагонға келді. Егде тартқан жол серік әйелге келіп «Шырағым, өлтірмесең ала кет, балама бара жатыр едім». «Апа, орын жоқ, оның үстіне тексеріп жүріп жатыр» деді жол серік. «Айналайын, бала асырап отқан жансың ғой, ала кет, бірдеңе қылып отырармын, маған ештеңе керек емес қалқам» дегенде көзінен жас тамшылап омырауына түсті. Жол серіктің жүрегі шаншып кемпір даяп кетті. «Жарайды апа, менің көпемде барасыз, сосын орын табылып қалар» деді көзін жеп. Айналайын өркенің өстін бала шаған қызығын көрдіп кемпір вагон табалдырығына жармасты. Жүйткіген пойыз құсша ұшып келеді. Көпеде орналасқан Сәлима әжей көңілі бірленіп, жол серікпен бірге қызыл шайды ішіп, әңгіме дүкен құрып келеді. Бастарынан өткен кеткендерін айтып, күліп те, жылап та алды. Жол серіктің жүрегі жаралы жан екен, күйеуінен көрген қорлығын, балаларының тас бауыр екенін айтып, Сәлима әжеге анасындай шағымдана бастады. Екеулеп жылап, бірін-бірін басу айтып отыр. «Ой жаным, жылама. Құдай бар ғой, бәрі жақсы болады. Басқа түссе баспақшы деген, бәріне де көнесің, қайтесің» деп жол серіктің иығынан қағып қояды. Түніменен жүрген пойыз таң ата Сәлима әжейдің баратын бекетіне жетті. Жол серік екеуі туысқандай қоштасып, құшақтасты. «Апа, 2 күннен кейін кері қайтамыз, үлгірсеңіз ала кетейін» деп жол серік әйел қамқорлығын білдірді. Рахметін айтқан кемпір иығына дорбасын артып жолдан өтіп бара жатты. «О, байғұс ана, сол бала бейнетіңді бағалай білсе ғой» деп күрсінген жол серік вагонның есігін жауып жатты. Перрон жағалап Сәлима кемпір қол жүгін ауырсынып бір жағына қисайып кетіп бара жатыр. Биік дуалмен қоршалған, үстінен сым жүргізілген түрме есігінің алдына келді. Құжаттарын көрсетіп, кездесуге рұқсат алған кемпірді кездесу бөлмесіне алып келді. «Осында күте тұрыңыз, қазір алып келеді» деп кезекші шығып кетті. Кездесу бөлмесінде 2 кереует, 2 орындық, 1 столдан басқа ештеңе жоқ. Бөлме іші қанша сұсты болғанымен, жүрегі лүпілдеп қуанардай сезінді өзін. Көп кешікпей қолын артына ұстаған дүйсенді әскери киінген жігіт алып келді де. Кездесу уақыты 2 сағат деп шығып кетті. «Құлыным, ботам» деген кемпір дауыс шығара құшақтап Дүйсеннің бетінен сүйді. Ұзақ көріскеннен кейін Дүйсен шешесін құшақтап кереуетке отырды. «Ой, алжыған басым, сағандай бекілген кішкене базарлығым бар, мынау ауылдың талқаны, майы, ірімшігі» деп стол үстіне әкелгенін қойып жатты. «Шырағым, үйің қаңырап бос қалмасын десең, тентек мінезіңді қой. Төрімнен көрім жақын, енді адам болу жолынан түс, арақтан тапқан пайдаң осы ғой» деп кемпір ақылын айта бастады. Баласын көңілі көріп, көңілі орныққан соң: «Болды апа, болды. Сенсізде ақыл айтушылар көп бұнда. Ақша келдің бе?» деді Дүйсен қатуланып. Кемпір қалтасының бет орамалға ораған ақшасын баласына берді. «Шырағым, барым осы, қайтар жол ақымда осының ішінде» деген сөзін Дүйсен құлағына ділмеді. Көп ақшаның үстінен 200-500 теңгені тастай салды. «Шырағыма, осы ақшаны не істейсің?» деді кемпір ренжи. «Бұл да аз. Апа, қартаға ұтылып қалдым.
деген дүйсен ақшаны аяқ киімнің ішіне жасыра салды. 1000 теңге жолыңа жетеді, уайымдама апа, бәрі жақсы болады деп анасын балаша алдап қойды. Уақыт бітті деген дауысқа қараған дүйсен қолын артына ұстаған күйі мен кеттім деп есіктен шығып кетті. Ботам, ауырып қалма, қарның ашып қалмасын. Құл құдай қайтейін көрсетпегенін көп екен ғой деп кемпір көз жасына ерік берді. Сықырлап ашылған түрменің ауыр есігінен өтіп, Сәлима әжей теміржол бекетіне бұрды. Бас ауырып, көзі қарауытып, вокзал алдына келіп орналасқан орындықтарға отыра кетті. Пальтосының түймесін ақтып, қысқы таза ауаны кеудесін толтыра жұтты да, дүйсенмен болған соңғы әңгімені есіне алды. Құлыным асып кетіпті. Ауырып қалмаса тегіді деп ойланып отырған кемпірді «Амансыз ба әже, қайда барасыз? Билет керек пе?» деген дауыс шошындырып жіберді. Сәнді киінген қазақ жігіті күлімдеп тұрды. «Қарағым, ауылға барам, Қызылорда жаққа» деді кемпір. «Онда сізге билет керек, әйтпесе мінгізбейді. Ақшаңызды беріңіз, әкетіп берейін. Менің кезегім жақындап қалды» деп жігіт қамқор бола қалды. Адамға сенгіш ана қалтасында ақшасын жігітке бере салды. «Мен осында күтемін, тездет балам» деп кемпір қалай берді. Ақшаны алған жігіт вокзалға кіріп жоқ болды. Біраздан соң бойы тоңази бастады. Орнынан тұрып әлгі жігітті іздеп жан-жағына қарады. Жығылғанға жұдырық дегенде алданғанын білген кемпір дауыс шығарып жылап жіберді. Ойбайлап жылаған кемпірді қоршай адамдар жиналып қалды. «Апа, не болды? Бір жеріңіз ауырып отырған жоқ па?» деген келіншекке өксігін баса алмай мән-жайды айтып берді. Біреу жүгіріп барып су әкелді. «Енді не істеймін, қу құдай» деді көзі мөлтілдеп. Жиналған жұртқа кезексіз полиция келді. Мән-жайды білген соң «Апа, арыз жазыңыз» дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Ағайын жарып жүрген ешкім жоқ. Сонда да анамыз үшін көмектесейік. Кішкене ақша ешкім байып кетпес деп әлгі келіншек қоршалай тұрған жұртқа қарады. Бірі қостап қолдарын қалталарына салып жатса, бірі түк естімегендей теріс қарап кете барды. Көп түкірсе көл дегендей Сәлима әжейге жолға жетерлік ақша жиналып та қалды. Жиналған жұртқа риза болған кемпір басын изей береді. «Көп рахмет, Құдайдан қайсын, өмір жастарың ұзақ болсын, сүйге көрмеңдер, алжыған басым алданып қалыппын» деп жатты. Жұрт біртіндеп тарай бастады. Ақша жинауға көмектескен келіншек полиция қызметкеріне өтініш айтып, кезексіз Сәлима әжейге билет алдырып берді де, кемпірді жылы вокзал ішіне отырғызып, өз жөніне кетті. Көп көшікпей пойызда келді. Вагонына кіріп, астыңғы жағынан орнын алып, кемпір мазасы болмай ерте жатып қалды. Тек қана вагон доңғалаған рельске тарс-тарс соғылған естіліп жатты. Басын шайқысқан Сәлима әжей көзін ашты. Көршілер тамақ ішуге кіріскен екен. Дорбасында ештеңе жоқ екені есіне түсіп, қайтадан ұйықтаған болып теріс қарап жатып қалды. Көрші әйел кемпірдің оянғанын көріп, «Әже, тұрыңыз, шай ішейік, сізді оятуға ұялып едім, тұрыңыз» деп өтінді. «Рахмет шырағым, шаршап қалыппын» деген кемпір ақтала орнынан тұрды. Көршілермен қызыл шайды қана ішкен кемпір әңгімесін жырғылып айта бастады. Көршілер таңданып жағаларын ұстады. Қарағым, қартайғанына көретін көп екен» деген Сәлима әжей көзінен жас алды. Көршілес әйел де орамалдың ұшымен көз жасын сүртіп қойды. Жүрегім-ай» дегенде көрші әйел: «Не болды? Апа, жүрегіңіз ауырды ма? Мына дәріні тіліңіздің астына салыңыз, қазір қояды» деп бір түйір дәріні кемпірге бер бәйек болды. «Рахмет жаным, жатайын, сол жағым үйіп барады» деп кемпір орнына қисая кетті. Көп қиналып ауылға жеткен Сәлима әжей көп ұзамай көз жұмды. Тағдырдың соққысына шыдамаған кәрі жүрек бір түнде тоқтап, ана байғұс бұл өмірден өте берді. Ауылдастары жиналып кемпірді жерледі. Түрмедегі дүйсенге хабар тимеді. Көршілері Сәлима әжейдің үйінің есік терезесін тақтаймен қағып тастаған. Қаңырап қалған үй жетімсіреп ауыл шетінде қала берді. Тағы бір үміт өшіп, тағы бір арман сөнді. Сіздер Қазақстан журналистер одағының мүшесі Жұмағұл Қалекеевтің «Көкжал» кітабынан «Шайқалған шаңырақ» атты әңгімесін тыңдадыңыздар.